Егер шенеуніктерді балыққа теңе бейнелесек, дәрежелеріне қарай олардың әрқайсысын су мекенінің әртүрлісіне ұқсатар едік. Біреу шабақ, біреу шортан, біреу жайын, біреу акула, енді біреу кит деген сияқты. Шенеуніктердің лауазым мен жүйедегі салмағына байланысты осылай саралап айтатындар аз емес. Сыбайлас жемқорлыққа немесе өзге қылмыстарға қатысты торға түсіп жатқандарға байланысты ішінде шабағы көп екен, жайындар мен акулалар некен саяқ қой деп жатады. Акула керек болса, міне атынан ат үркіп келген Қайрат Қожамжаров торға түсіп, шоршып, бұлқынып бағуда. Енді торды жағаға сүйреп шығу ғана қалып тұр. Қожамжаров ісі жайлы Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы егжей-тегжейлі сараптау материалын берген екен. Соның ішінен кей жерлерін назарларыңызға ұсынсақ дейміз. Себебі мұндай акулалардың торға түсуі күнде бола бермейді. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Порталдың 10 жылдық ойран Қайрат Қожамжаровты кім ұстап береді деген тақырыппен басталатын материалына зер салайық. Кеше Қазақстанның бас прокуратурасы антикордың бұрынғы төрағасы, бұрынғы бас прокурор Қайрат Қожамжаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын мәлімдеді. Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің бұрынғы төрағасы Қайрат Қожамжаровқа қатысты лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, сондай-ақ ол басшылық лауазымдарда болған әртүрлі кезеңдерде қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Барлық қылмыстық істер бойынша арнайы прокурорлардың жетекшілігімен жедел тергеу топтары құрылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды деп хабарлады бас прокуратура. Қайрат Қожамжаров 1965 жылы 24 наурызда қазіргі Тараз қаласында дүниеге келген. 1987 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген. Қожамжаровты жақсы білетіндер оны Димонның досы дейді екен. Өйткені Ресейдің экс-президенті Дмитрий Медведев те 1965 жылы туған және 1987 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген. Ал енді Қайрат пен Димон студент кезінен таныс біліс болды ма, әлде кейін табысты ма, ол жағын білмейміз. Білетініміз Қожамжаров пен Медведевтің қатар оқығаны, бірақ Димонның аузынан Қайрат пен доспын деген естігеніміз жоқ. 2011 жылы Ведомости басылымы Питердегі әйгілі Royal Beach клубтық мейрамханасында сол кездегі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің курстастарымен кездескенін, онда Қазақстанның бас қаржы полицейі Қожамжаровтың да болғанын жазды. Қаржы полицейінің достары ол туралы қылмыспен күресте әрдайым қатал әрі ұстанымы берік болатын. Оның көзірі қылмыспен күресте беске алады. Достарының сөзіне қарағанда Қожамжаров пен Медведев оңаша сөйлесуге әрдайым уақыт табатын, өйткені олардың мүддесі бір еді, әсіресе қылмыспен күресте деп сүйкетеді Ведомости. Айтпақшы, Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қожамжаровтың Медведевпен байланысы бар екенін курстастар кездесуінің алдында ғана білгенміз. Басылым бұл туралы бүй дейді. Қожамжаров Назарбаевқа барып, мен президентпен кездесуге баруым керек дейді. Ал Назарбаев болса, қандай президентпен деп таң қалыпты. Мұны мысал етіп отырған себебіміз ескі Қазақстан өкілдерінің қай-қайсысы болса да ресейлік басылымдарға, әсіресе батыс бақтарында мақтанғанды жақсы көретін. Қожамжаров та қатарынан алыс кетпеді. Өйткені өз басында машақат жетіп артылады. Қазір Қазанбас, яғни Медведевтің лақап аттарының бірі тек зам боп қалған. Әскери өндірістік комиссия төрағасының бірінші орынбасары, қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары, ал замдардың көп нәрсені шеше алмайтыны белгілі. Сол себепті де жуырда былай деп жазғанбыз. Қазір Медведевтің ықпалы бұрынғыдай емес. Егер Қазақстан билігі шындап кіріссе, Қожамжаровты курстасының құшағынан оп-оңай суырып алатынына еш күмән жоқ.
Қазақстан билігі шындап кіріскен сыңайлы қылмыстық іс қозғалды ақыры. Бір емес, екі бірдей ауыр бап бойынша. Ендігі жүк арнайы прокурорлар мен бас прокурор Берік Асыловтың мойнында. 1987 жылы Ленинград мемлекеттік университетін бітірген соң, қазіргі Тараз қаласы аудандарының бірінде прокурордың көмекшісі болған Қожамжаровты арада 20 жыл өткенде Қазақстанның бас қаржы полицейі болады деп ешкім ойламағаны анық. 2001 жылы қаржы полициясының тергеу департаментіне келген Қайрат Қожамжаров 2008 жылы экономикалық және жемқорлық қылмыспен күрес агенттігінің төрағасы болып шыға келді. Арада 2012-2013 жылдары бір жыл Ақмола облысына әкім болды демесеңіз, Қожамжаров күштік құрылымнан 10 жыл бойы кеткен жоқ. 2013-2014 жылдары президенттің көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болды да, одан соң қайтадан антикорға келіп 2017 жылға дейін өзіне үйреншікті органды басқарды. Ал 2017 жылдың соңынан 2019 жылдың наурызына дейін бас прокурор болды. Қожамжаров бас қаржы полицейі, бас прокурор болып тұрған кездегі дақпыртты істерді жинаса, бестселлер боларлық бірнеше кітап жазуға болады. Біз соның бір қатарына тоқталайық. 2013 жылы Қазақстанның сот тарихында бұрын соңды болмаған процесс басталды. Қорғас, Қалжат, Достық бекеттеріндегі жемқорлық бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетпен кеден қызметінен 45 адам айыпталып, 19 күдіктіге іздеу жарияланды. Қылмыстық іс 1536 томға жетіп, іске 600 куәгер тартылды. 48 адвокат пен 38 қорғаушы қатысты. Қорғас ісіндегі қанды іс тергеушілерді Қайрат Қожамжаровқа апарғаны анық. Мысалы, азаптау, қорқытып, үркіту арқылы қылмысты мойындатуға қатысты бір деталь анықталды. Қорғас ісі бойынша айыпталғандардың бірі Қайрат Қожамжаровтың кабинетінде азапталған. Қожамжаров пен оның командасы туралы әлі көп нәрсе айтуға болады. Алдағы уақытта олардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Алдымен Қожамжаров командасындағы басты көзірлердің бірі Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры, антикор төрағасының экс-орынбасары Мақсат Дүйсеновті зерттеу керек. Жуырда оған іздеу жарияланды. Міне, Қожамжаров пен оның командасының 2008-2019 жылдар аралығында салған ойранның бір парасы осындай. Ал енді Қожамжаровты ұстап беру мәртебесіне кім ие болатынын көп ұзамай білетін боламыз. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.